Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 12-ші сабақтың тақырыбы я әрпінің жазылуы. Я әрпінің жазылу емлесін білемін, мәтіннің тақырыбымен ондағы негізгі ойды анықтаймын, тірек сөздермен әңгіме құрастырамын. 47-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді мәнерлеп оқы. Аян ағасының баласы екеуі саябаққа барды. Олар жолда Әлиямен кездесіп қалып, Әлия қасындағы кісінің қолынан ұстап алыпты. Ал қарт кісі таяғының ұшымен жерді түрткілеп келеді. Аян бірден, мына кісінің көзі көрмейді екен ғой деп ойлады. Атаң ба? Деп сұрады Аян. Көрші тұрамыз деп Әлия басын изеді. Аян Әлияның үлкенге құрмет көрсеткеніне сүйсіне қарады. Мәтін кім туралы? Дұрыс айтасыңдар оқушылар. Мәтін Әлия туралы. Мәтіндегі негізгі ойды айты. Кішіпейілдік туралы ма мәтін, жоқ әлде үлкенге құрмет көрсету туралы ма? Мәтіннен көріп тұрғанымыздай, мәтін үлкенге құрмет көрсету туралы. 48-ші жаттығуға назар аударайық. Оқыған мәтіннің мазмұнына сәйкес келетін мақалды тауып жатқа жаз дейді. Әдепті бала, арлы бала, ақылды қария, ағып жатқан дария. Сәлем сөздің анасы. Мәтінге сәйкес келетін мақалды көрсетіңдер оқушылар. Қайсысы? Дұрыс айтасыңдар. Бірінші мақал әдепті бала, арлы бала деген мақал мәтіннің мазмұнына сәйкес келеді. Өйткені бұл жерден Әлияның әдептілігін көріп тұрмыз. Дыбыс саны мен әріп саны бірдей емес сөздер бар, мақалды тауып көр. Бұл жерде дыбыс саны мен әріп саны бірдей емес сөздер бар. Мақал ақылды қария, ағып жатқан дария. Себебі бұл жерде біз қандай әріпті көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, я деген әріпті көріп тұрмыз. Қария, дария. Ал я әріпі ол жазылғанда я деп жазылады, бірақ дыбысталғанда екі имен аның дыбысталуын береді. Демек, қария деген сөз ол 5 әріпті болып жазылады, дыбысталғанда 6 әріп болады. Қария деп дыбысталады. Дария деген сөз жазылғанда 5 әріп, дария дыбысталғанда 6 әріпті береді екен. Сөздегі и әрпінен соң а жазылмайды. Я жазылады. Мысалы, мия, тақия, әлия. Келесі жаттығу 49-ші жаттығу. Берілген тірек сөздерді пайдаланып, мәтін құрастырып жаз. Тірек сөздер әдепті қыз, қария, сая, ұят, үлкен кісі, сыйлайды деген сөздер берілген екен. Енді осыған біз мәтін құрастырып көрейік. Сая ұятты жоғары қоятын өте әдепті қыз. Үнемі үлкен кісілерді сыйлайды. Ауылдағы қарияларға қашанда қарайласып жүреді. Ол көпке үлгі. Бұл жердегі тірек сөздер мен жердегі ұят деген сөз бар. Екінші әдепті қыз деген сөз бар. Үлкен кісіге кісі сыйлайды деген сөзі кездеседі. Келесі қария деген сөзді көріп тұрмыз. Келесі 50-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы, мәтіндегі кейіпкерлерді анықта. Алдиярдың атасынан сұрамайтын нәрсесі жоқ. Ата, осы ертегіде айтылатын жермая дегеніңіз немене? Балам, жермая жүйріктің жүйрігі ғой. Мына біздің жалғыз өркештің нар түйені көрдің бе? Оны қазақ мая деп те атайды. Осылардың ішінде желде ескен жүйріктердің жермая дейді. Мәтіннен я әрпі бар сөздерді теріп жаз. Бұл жерде я әрпі бар сөздер алдиярдың, желмая және мая деген сөздер. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар. Егер бүгінгі сабақ пайдалы болған болса, арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.